Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Бүгін біз осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті бір сайттан көріп қалдым. Осыны қалай жасағанын жасап үйренеміз. Линия. Ойбайын, ол бүгін айқайлап кетті. Осылай линия қойып аламыз. Осылай қоямыз. И Ctrl-D деген басып тұрамыз. Белгілейміз. Ctrl-G, Ctrl-S, Ctrl-F дейміз. Айналдырамыз. Окей. Осының бәрін белгілеп аламыз да, енді мына жерде осы инструмент таңдаймыз. Осылай белгілей бастаймыз. Сәл басқаша жасау керек. Осылай таңдаймыз. Мына жерге коронасын қойып қоямыз. Енді осының бәрін белгілеп аламыз. Ctrl-S дейміз да, мына жерді өшіріп тастаймыз. Мінекей. Енді осымен пипеткімен таңдап аламыз. Бұның обводкасын өшіріп тастау керек. Мыналардың обводкасын өшіріп тастаймыз. Мінекей достар, осымен логотип дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Логотип керек болса, маған жазыңыздар. Төменде Instagram, TikTok парақшамны белгілеп қоямын, Құдай қаласа. Сол жерде маған жазыңыздар. Жарай, жақсы, сау болыңыздар.